өмірлік мақсат. Брэндон Гримшоу деген ағылшын $13,000 Сейшелдан адам аяғы баспаған елсіз арал сатып алыпты. Бұған дейін аралға 50 жыл бойы бірде-бір адам бармаған екен. Брэндонға досы Рене Лафортен көмектеседі. Екеулеп дымы жоқ аралға ағаш еге бастайды. Рене келіп кетіп тұрады, ал Брэндон аралды мекендеп қалады. 39 жыл ішінде екі дос аралда 16,000 түп ағаш еккен. 2007 жылы Рене Лафортен қайтыс болады. Брэндон жалғыз қалады. Ол ағаш егу арқасында аралға 2000-нан аса құс пен хайуанаттарды жинаған. Дүние жүзі бойынша құрып бара жатқан алып тасбақаларды әкеп көбейткен. Қазір Гримшоудың арқасында шөл болып жатқан аралдың 1/3-інде күллі Сейшел аралдарының фаунасы бар. Сауд Арабия ханзадасы Брэндон Гримшоуға осы арал үшін $50 миллион берем, сат деп ұсыныс айтады. Бірақ ол бас тартыпты. Бұл арал байлардың демалысы өтетін орынға айналғанын қаламадым. Одан да ұлттық саябақ жасағаным дұрыс дейді Гримшоу. 2008 жылы аралға ұлттық саябақ мәртебесі берілген. Аударған Шынар Әбілді.